Қайырлы күн қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздерді өз арнамда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін сіздермен бірге фунчуза салатын дайындайтын боламыз. Қарапайым емес, бұл жолы ерекше дайындау тәсілімен қуырылған фунчуза дайындаймыз. Бізге керекті заттар: тауық еті, қияр, сәбіз, тәтті бұрыш, бір дана пияз, бір тіше сарымсақ, соя соусы және де фунчузаға арналған вермишель. Ең алдымен қиярымызды, тәтті бұрышымызды және де сәбізімізді ұзыншалап, қатты жуан қылмай, жіңішке етіп тура болатын боламыз. Егер де сіздерде терка болатын болса, сәбізді теркадан өткізсеңіздер де болады. Пиязымызды жіңішке етіп турап аламыз. Бір тіше сарымсағымызды осылай майдалап аламыз. Барлық көкөністерімізді дайындап болғаннан кейін етімізді тураймыз. Мен тауық етін пайдаландым. Сіздер басқа еттің түрін пайдалансаңыздар да болады. Қой еті, сиыр еті өз қалауларыңыз бойынша өзгертсеңіздер болады. Бірақ тауық етімен ерекше дәмді болып шығады. Тауық етімізді қатты жіңішке қылмай, ұзынша етіп, кішкене қалыңдау етіп турап алатын боламыз. Қызып тұрған табадағы майымызға тауығымызды салып, қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Біздің тауықтарымыз алтын түсті болу керек. Алтын түске енгенше орташа отта жақсылап қуыратын боламыз. Мінекей, тауықтарымыз осындай қалыпқа келген кезде үстінен соя соусымызды құятын боламыз. 1-2 минуттай қуырып аламыз, одан көп қуырмаңыздар. 1-2 минут жеткілікті. Одан кейін үстінен пиязымызды саламыз. Пиязымызды да 1-2 минут мөлшерінде жақсылап қуырып алатын боламыз. Мен сарымсақты пияз кішкене қуырылғаннан кейін барып қостым. Пиязбен бірге салсаңыздар да болады. Сарымсағымызды қосқаннан кейін тағы 1 минут шамасында қуырып аламыз. Енді сәбізімізді және де тәтті бұрышымызды қосамыз. Жақсылап бір араластырып аламыз. Үстінен қалауларыңыз бойынша 1 шай қасық паприка салсаңыздар болады. Дәмін ерекше етеді. Тағы да жақсылап араластырып қуыратын боламыз. Бетін жауып 5-7 минутқа қалдырамыз. Бұл уақытта біз фунчузамызды дайындайтын боламыз. Фунчуза вермишельдеріне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, толықтай бату керек біздің вермишеліміз. Осылай батқаннан кейін 5 минутқа қалдыратын боламыз. Дайын болған фунчузамызды табамызға саламыз. Үстінен турап қойған қиярымызды қосамыз. Және де жақсылап араластырып алатын боламыз. Яғни фунчузамызды еттерімізбен, көкөністерімізбен бірге аздап 5 минуттай қуырып аламыз. Мінекей қыздар, біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Салатты дәл осылай ыстық күйінде, ыстық салат түрінде ұсынсаңыздар болады, немесе оттан түсіріп, суытып, салқындатып ұсынсаңыздар да болады. Маған ыстықтай да, салқын түрінде де жеген ұнады. Сіздер жасап, өздеріңізге ұнайтын нұсқаны таңдап алсаңыздар болады. Салатымызды оттан түсіріп, осындай әдемі тәрелкемізге әдемілеп салып алатын боламыз. Қыздар, бұл салатты кез келген қонағыңызға ұсынсаңыз болады, немесе отбасыларыңызға, балаларыңызға жасап беріңіздер. Олардың да көңілінен шығады деген ойдамын. Өте дәмді болып шығады салат. Қатты мақтағаным емес, өзіме өте қатты ұнады. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шыққан. Салаттың түрі дәмімен бірдей деп те айтсам болады. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ас болсын.